Енді Сұлтан сосын мұсылмансың ба? иә мұсылман. Енді қазір қараңыздар, РНК мен биолог шықса, әрі қарай одан клетка шығу керек. Тағы да ықтималдықты түсіріп тастайды. Мысалы айтайын, бірнеше планеталар бар дейік. Неге түсіріп тастайды? Енді түсіндірейін. Қараңыз, дұрыс есептеп жатқан жоқсың. жоқ, қараңыз, бірнеше планеталар бар. Ол планеталардың мысалы 10 шақтысында РНК мен биолог шықты дейік. Уже олардың ішіне, 10 шақтының ішіне клетканың шығу уже қиын болады да. Оның біреуі де қалмауы мүмкін. Именно біреуінде ғана шығуы мүмкін. Қумаш бір устойчивый РНК-ның ары қарай репликация жүре алатын болса, ол репликациямен отбор болатын болса, дальше кете береді ғой. Ол сен бізде бар вариантын айтып жатсың. Басқа миллиондаған варианттар шығуы мүмкін тіршіліктің. Сосын клетка шықса жақсы. Не обязательно клетка. Қараш, сен осы түсінікпен айтып жатсың да, біздегі жердегі бар ғана условиямен оны басқа планеталарға проецировать еткім келеді. Олай болмайды, қара. РНК-ның алғашқы репликатор біздің жердегі вариантта ол РНК болуы мүмкін. Басқа планеталарда мүлдем басқа, біздегі жердегі тіршілік көміртектік негіздегі тіршілік. Оны білесің, е? Көміртектік негіздегі тіршілік. А басқа планеталарда басқа элементке негізделетін тіршілік болуы мүмкін. Ол жерде РНК да болмауы мүмкін, репликатор басқа болуы мүмкін. РНК болғанның өзінде де ары қарайғы отбор мен эволюция басқа бағытта условиялармен жүретін болса, ол жерде вообще не болмауы мүмкін, жасуша болмауы мүмкін. Жасуша либо мүлдем біз білмейтін жасуша болуы мүмкін. В общем, ол жерде вариант көп қой. Сен жердегі условияны алып, қалай басқа планетаға проецировать етесің, айтшы. Енді жасуша болмаса не болуы мүмкін деп ойлайсыз, мысалы? Білмейміз ғой, қара, мынандай, бізде өзге ғаламшардағы өмір деген кезде, бізде бәрі кинолардағы сияқтандай көзі дәу, басы дәу, жасыл адамдарды елестетеді, адам сияқты бір нәрселер. Негізі ғылыми тұрғыдан алғанда, ол біз өзге ғаламшардағы тіршілік деген ол молекулалық жаңағыдай, қалай айтады, микробтық тіршілік. Кішкентай жаңа бір жасушалы бола, сондай тіршілік. Және олардың қандай негізде тіршілік екендігін біз білмейміз. Даже болжаудың өзі қиын. Себебі біз бір вариантын ғана көргенбіз, да? Енді керемет енді айтарыш, астында жазып отыр, бір жігіт жазып отыр, теория темного леса деген. Сол теория темного леса бойынша мынандай түсінік бар да. Грубо говоря, сол теория темного лесаның түбі біз адамдар жалпы басқа планеталарда өмір іздеп жатқан жоқпыз, тіршілік іздеп жатқан жоқпыз. Біз именно бізге ұқсайтын вариант қана іздеп жатырмыз. Мәселе сода да. Біз тек қана бір вариантты білеміз, это углерод. Қазақша? Көміртек. Көміртек, вот сол вариантты ғана іздеп жатырмыз да. Бірақ басқа планетада ол басқа основасы басқа болуы мүмкін. Соны айтып түсінесің ба? И сен уже бар, сен былай айтып жатсың да, типа жердегі бар нәрсені сен басқа планеталарға ғана қолданып, и типа сен былай айтқың келіп тұр. Именно вот последовательность жаңағы даму несі, тізбесі жердегідей болу міндет. Сол үшін сен жердің жаңағы условиясын алып, жердің әртүрлі характеристикасын алып, тек қана осы жерге сай болу керек деген планетаны іздеп жатсың. Сондай іздеп жатқан жоқсың, сондай немен, формуламен санап жатсың да? Девиант, қараңызшы, эндосимбиоз деген бар ғой. Кәдімгі бір сәйкестік па ол сонда? Не ол эндосимбиоз? Эндосимбиоз дейтін митохондрияның пайда болуы. Олсыз клетка болмайды. Митохондрия деген, қалай митохондрия деген қазір білесің ғой, бактерия. Жоқ, митохондрия сияқты ненің бөлшектері ол инвазивный бактериялар сияқты есептеледі да, яғни бұрын ол болмаған, кейін еніп кеткен и ары қарай солай қалыптасып кеткен. Солай айтады ғой, негізі основасында ол нәрселер болмаған, кейін сондай нәрселермен әртүрлі процестер нәтижесінде соған еніп бірге ары қарай ол жаңағы іріктеуден өткен соң ол ары қарай солай кетіп қалған. Мысалы енді случайность деген, мен сол случайность дегенді түсінбеймін да, ол эволюционный жаңағы отбор, естественный отбор, ол химиялық деңгейде де жүре береді, жансыз неде де жүре береді ол отборшы.
А ол отбор случайный емес қой, ол абсолютно случайный нәрсе емес. Рандом болса, егер сендердің мысалдарың работает, егер бағана жаңа мусоркадан торнадо өтті деген мысал жұмыс істейді, егер эволюция немесе естественный отбор, табиғи іріктеу сондай рандомный процесс болса. Жоқ, ол рандомный процесс емес қой. Ол жерде либо бір тасабат еткен кезде, бір шайқаған кезде жақсы басымдық беретін белгілер қалады, немесе зиян белгілері болатын болса, ол жойылып кетеді. Бекиді, дальше қосылады. Қараңыздаршы, динозаврларға, мысалы, астероид құламаса адам шықпас еді ғой, иә? Мүмкін, иә, мүмкін. Иә. Сонда бұның бәрі кездейсоқ болып жатыр ма? Сенің сұрағыңа тікелей жауап жоқ. Неге? Өйткені ондай вариация істей алмайсың. Сен нақты өйтіп айта алмайсың. Астероид құламаса адам шықпас еді ғой деген утверждениеге жауап жоқ. Ол басқа вариацияларда болуы мүмкін еді. Тіршіліктің ол жерде миллион вариант бар да. Мысалы, жаңағы динозаврлардың тіршілігі қалай баратын еді, ары қарай қалай жалғасатын еді, климат қалай болар еді, сүтқоректілер қалай қай нишаға баратын еді. Бұның бәрі белгісіз да. Енді сен постфактум опять же айтып отырсың. Сонда астероид бір мақсатпен ұшып келді деген кеп тұр ма, типа динозаврларды жойып жіберейін, динозаврлар жойып жіберейін, адамдар пайда болсын деп астероидқа сана бересің ба? Енді не істейсің оны? Астероид құлады, мысалы, күнде неше түрлі жағдай болып жатады ғой. Мен де қазір бірдеңені істеп отырамын да, басқа бірдеңе қолымды не то қозғалтып қоямын, ол басқа бір процестердің болуына алып келеді. Мысалы, эффект бабочки деген сияқты. Мына жақта самал соқса, ар жақта торнадо болады деген сияқты. Сондай ғой ол. Мен ешқандай ниетсіз бір әрекет жасау арқылы басқаларға қолайлы немесе басқаларға қолайсыз нелер жасаймын, условиялар. Мен мысалы қазір далаға шығам да, дүкенге барам деп далаға шығып баратып, өзім байқамай, өзім білмей бір құмырсқаны басып кетуім мүмкін. Бірақ бұл деген менің құмырсқаны басып өлтіру үшін далаға шықтым дегенді білдірмейді ғой. Ол просто болып жатқан процестердің бір сайд эффект. Мысалы, құмырсқаның нелері маған ашуланып атпайтын шығар. Мысалы, егер санасы болса құмырсқаларшы, мынау әдейі үйден шықты осы, менің немді өлтіру үшін деп ертең құмырсқалармен соттасып жатса, қалай ол вообще? Просто үлкен сүтқоректілердің біз секілді пайда болуына сол динозаврлардың өлімі себеп болды дейді ғой. Себеп болғанда, өйткені олар ол кезде түнде өмір сүретін нишада жүрді да, кейін динозаврлар жердің бетінен кеткен соң олар жердің бетіне шыға бастады. Сондай бағытпен кетті да енді. Побочный продукт қой просто. Клетканы қалайтын ба? Прикол білесің да? Қысқаға естіп педің, зачем Бог убил динозавров деген кезде? Иә. Потому что они не приносили деньги в церковь деп. Енді білесіздер ма? Многоклеточность дегенде бүкіл клеткалардың жұмысы бірдей, кәдімгі органоидтардың жұмысы. Иә, енді шығу тегі бірдей ғой, бір нәрсе. Ортаға болсаң солай болады ғой. Мынандай нәрсе бар, Сұлтан, биологический тұрғыда қарасаң, егер тіршіліктің бір формасы пайда болатын болса, ол басқа формалардың түзілуіне жол бермейді. Сондықтан да жаңа тіршілік формасы пайда болу үшін, жер бетінде мына тіршіліктің формасы жойылып кету керек. Өйткені бұл басқа органикалық нәрселердің тіршілікке формироваться етуіне жол бермейді. Ал жаңа биологтардың да айтатыны сол. Бізде бір ғана вариант бар, себебі біреуі формироваться етіп үлгерсе, ол уже басқа тіршілік формасының формироваться етуіне мүмкіндік бермейді. Ниша занята уже. Элементарный пример, Сұлтан, ночной, дневной охотниктарды салыстырсаң, сол бір класстың ішінде бірнеше түрі болса, хищниктардың, ночной, дневной охотниктардың бір-бірімен, там бір приблизительно күштері бірдей нелер, жануарлар табылады, жыртқыштар табылады. И солардың, мысалы, цепочкасын отслеживать етсең, неге біреу күндіз, неге біреу түнде охотиться ететіні түсінікті болады. Потому что как раз таки Ысқақ айтып тұрған сияқты, уже ниша занятый болғаннан кейін, и мүмкін жаңағы ночной охотаға кетіп қалған жануарлар көбірек болған. Бірақ именно сол адаптация арқылы именно түнде нететін жаңағы охота істей алатындар сол бір-екеуі ғана болып қалған.
Мен девиант жгутикті білесіз бе? иә Кәдімгі құрылысын қалай жұмыс жасайтын керемет жұмыс қой, иә? жгутиктің ол басында әр бөліктері басқа функцияларды атқарып, бір функция атқаратын бөліктің екінші функцияға ауысу арқылы солай қалыптасқаны туралы зерттеулер бар. Ол сол әңгімені жгутикті апарып, осы сендер сияқты интеллект қалай айтады, intelligent дизайнда қолдаушылар мектеп бағдарламасына енгіземіз деп Америкада соттан жеңіп қалған. Себебі бұл антинаучный болып саналды, ғылымға сай келмейді. Жгутиктің әңгімесі сондай. Жгутиктің қазіргі атқаратын қызметін атқарып тұрған бөліктері бұрын басқа қызмет атқарған. Сондай зерттеулер бар, короче. Ол кәдімгі жеңіп қалған нәрсе. Просто Нерешаемая сложность деген тема ғой. Форма объяснения. Ол жерде еще форма объяснения не болып тұрды. Жаңағы механический системаға ұқсатып түсіндіргені жгутиктің жаңағы ағзасының жұмыс істеу несінші функциясын просто механический системаға ұқсатып түсіндірген несі бар тоже. Именно креационистердің соған ұстанатын мәселесі сол ғой. Мына жақында болған тоже бір ситуация сияқты ненің ДНК-ның ба, РНК-ның ба несін даму жаңағы аминокислотаның қосылу несін санаған кезде типа 10 миллиардқа кетіп қалады деген әңгіме болып еді ғой, естеріңде ма? 10 миллиард жылға, а біздің жерге 4,5 миллиард жыл деген сияқты әңгіме болып еді ғой. Вот тоже ол жерде салыстырмалы түрде жаңағы қалай еді ана неде электроникада істейтін ненің системасымен салыстырмалы түрде солмен ұқсатып просто вариант ретінде көрсеткен да, типа развитие. Жақсы, Ысқақ не айта қойын? Ретілікті айта қойыншы. Сонымен не түсіндіргім келді, соны айта қойыншы. Қазір чөт-чөт күте тұрсаңыздар. Менің түсіндіргім келгені мына мәселе ғой. Бірінші, амин қышқылдарының пайда болып, сосын РНК-ның пайда болуы. Жерде егер РНК болмай қалса, болды, тіршілік болмай қалады. Ол РНК-дан кейін биолог пайда болу керек. Биолог болмай қалса, тағы да тіршілік пайда болмай қалады. Реттілікпен де биологтан кейін уже клетка шығу керек, болмай қалса тіршілік болмай қалады. Клеткадан кейін ана РНК-дан ДНК шығу керек. Ол болмаса мына адамдар болмай қалады да. Сосын ДНК-дан кейін әрі қарай не болу керек? Эндосимбиоз пайда болып митохондрия айналу керек. Одан органоидтар түзілу керек. Ол органоидтар бірге жұмыс жасау керек. Фотосинтез болу керек, қалыптасу керек. Газ алмасу қалыптасу керек. Жгутиктар пайда болу керек. Мейоз процесі, кәдімгі гендер, ана хромосоманың бөлінуі да, кәдімгі әдемі дәлме-дәл бөлінеді ғой, сол дәлдіктер болу керек. Егер біреуі болмай қалса, болды мына тіршілік адамдар болмай қалады да. Сол ретімен түсінесіз бе? Ретімен болып отыр ғой. Вот Сұлтан, бәрін дұрыс айтасың да, сен просто бір линейканың бір вариантын ғана алып отырсың да. Біз білетін, нақты білетін, зерттеген вариантты алып отырсың. Вот сол линейканың ішінде, сол последовательностьтің ішінде біреуі болмай қалса, біз білетін вариант болмай қалады да. Как раз таки эволюцияның мағынасы сода. Может быть, в какой-то момент жаңағы бір этаптан екінші этапқа переход болған кезде екі вариант болған шығар. Может быть, РНК-дан кейін біз білетін вариант емес, тағы бір вариант болған шығар. Просто, может быть, ол арғарай адаптивный болмай қалғаннан кейін жойылып кеткен шығар. Түсінесің ба? Сен просто постфактум рассуждать етіп отырсың да, и біз білетін ғана вариантты алып отырсың. И сол именно біз білетін вариантты біздің линейкада біреуі болмай қалса, келесі вариант, естественно, болмай қалады. А может быть, через 2-3 шага, может быть, эволюциялық жолмен басқа 2-3 шақтан кейін қайтадан сол екінші вариантқа қайтып келетін вариант болатын шығар. Түсінесің ба? Девиант, абсолют постанализ жасағаннан кейін, конечно, ол болмай қалады. Нетсең. Эволюциямен де абсолют сеніммен қарай алмаймыз ғой. Дерево жизни гипотезаларға толы емес пе? Мысалы, проконсулдың алдында не болды, білесіздер ме? Именно ғалымдар гипотеза деген сендердікі сияқты емес та, ол жерде гипотеза деген опровергаемый болу керек, яғни фальсифицируемый болу керек, яғни жоққа шығаруға болатын болу керек. А сендер предлагать ететін гипотезаларды не тексере алмайсың, не жоққа шығара алмайсың да.
ол қалай салыстырасыңдар ол нәрсені? Мысалы, сендер құдайдың вариантын қоясыңдар, сендердің беретін құдай варианттарыңды ешкім тексере де алмайды, оны ешкім жоққа да шығара алмайды. Вот именно сенім ғой, сіздердікі эмпиризм ғой. Сіздер Сенім деген ол сенім ешкімге ешқандай да бағдар бола алатын дүние емес. Және ол дұрыс вариант береді деген де дүние емес. Сенім деген ол логикалық қателіктерге, когнитивтік бұрмалауларға толы нәрсе. Сенім ешқандай да дұрыс таным жолы емес. жоқ, мен мысалы сенем бағанағы нелердің өз-өзіне пайда болады дегенге сене алмаймын. Потому что бұл сене алмайсың. Мен Бұл логикалық қателік. Мысалы, несі қалай айтуға болады оны? Жоқ, қысқа тұра тұршы. Жоқ, ол былай логикалық. Мен сене алмаймын, сондықтан ол былай деген сияқты. Білесің бе, сен неғып сене алмайсың өз-өзімен болу деген? Өйткені сендер өз-өзімен болу, случайность деген нәрсені сендер дұрыс түсінбейсіңдер. Сендер случайность деген нәрсе, ол типа біреу барып істемесе, қалған бәрі случайно деген сөз сендер үшін. А ол жерде жаңағы 1-2-3 детальдің өздерінің сол бір факторлары бойынша, өздерінің свойстволары бойынша бірдеңке болу деген вариантты сендер қарамайсыңдар. Сендер случайность деген сөздің өзі сендерге андай вмешательство извне болып тұр ғой, түсінесің ба? Сол большой взрывтан кейін қалай үлгеріп тұр? Мысалы 14 миллиард жылдың ішінде қалыптасып бір бәлен триллион галактика дейікші. Соның ішіне қалай именно жерде идеальный не? Мен бірдеңе айтайын, иә? Опять же, сенің логикалық қателік. Мен сене алмаймын, сондықтан да ол былай деген сияқты әңгіме. Нәрсені сұрасам бола ма, Сұлтан? Случайным образом сананың пайда болуы мүмкін емес деген келіп тұрма сонда? Күрделі. Күрделі, бірақ болуы мүмкін емес па сонда өздігінен? Оның алдындағыны қайда қоясың сен? Жоқ, сол болуы мүмкін емес деп ойлайсың ба? Білмеймін, мүмкін шығар. Просто оның алдындағылар бар. Мүмкін шығар болса, сен неге оны жоқ деген сияқты әңгіме алып келіп отырсың енді? Мен айтып тұрмын ғой, оның алдындағылар бар. Түрлі клеткаға байланысты органоидтар бар. Көздеріңмен көргендеріңді айтып тұрсаңдаршы. Мен өзім көзіммен көргенімді айтып отырмын. Санат, көп нәрсе көріпсіз қоя тұрыңызшы. Сұлтан, мынандай нәрсе ғой, саған айтайын дегенім. Қараш, өздігінен бір саналы нәрсе болу мүмкін емес деген сияқты әңгіме алып келесің да, почему-то Құдайға итермелейсің. Құдайдың өзі случайным образдан бір саналы болып тұрады да, оған бастан да ауыртқыларың келмейді. Әлемнің пайда болуы почему-то сендерге случайно болу мүмкін емес. То есть, бесцельно деген нәрсе сен түсінгің келмейді. То же самое жаңағы клеткаға келетін болсақ, жаңағы сен айтасың, оның вероятность аз деп, мен саған мына жолы айтқан тұғым, сенің ойың қате деп, потому что сен тек қана бір вариантты ғана алып отырсың бұл жерде. Егер дұрыстап қарайтын болсам, әртүрлі клеткалардың өздерінде өзінің өмір сүретін, мысалы, тот же самый сен ана жолы органоидтарды алып келдің, олардың өмір сүретін жерлері өзінің былай ортасы болу керек та. Ол орта болмаса ол өмір сүре алмайды. Мысалы ретінде мен айттым, определенная жидкость керек, вязкостьпен. Ол вязкость жидкость болмаса, температура болмаса, тығыздығы болмаса, ол өліп қалады, ол тірі бола алмайды. Сол сияқты әртүрлі вариант, әртүрлі комбинация бар бұл жерде. Сен тек қана бір вариант ғана алып да, именно тірі клетка тек осындай ғана болу керек деген бір қағиданы ұстанып алғансың сен. Хорошо, рахмет. Органистар жасуша үшін Сұлтан, тұрадыршы, сенің логикаңды қолданайық. Осы 7-ші ғасырда бар болып тұрған адамзаттың ішіндегі, ұлттардың ішінде араб халқы болмаса, соңғы Құдайдың кітабы және соңғы Құдайдың пайғамбары болмайтын еді, получается, иә? Жоқ, олай емес қой. Қалай? Ғылыми тұрғыда түсіндіріп жатыр. Мен бағана сіздерге айтып жатырғаным, бұл ғылыми тұрғыда ғалымдардың пікірі. Ғалымдардың пікірінше динозаврлардың өлген арқылы адамдар пайда болған. Бұл ғылыми пікір. Менің сенімім басқаша, түсінесіздер ме? Сол ғылыми пікірдің әлсіздігін айтқым келіп тұр сіздерге. Ол бір кәдімгі біреу істеді десе, сол ақылға қонымдырақ болады. Ананың бәрі түсініксіз. Просто ғалымдар түсіндіре алмайды. Ана эндосимбиоз деген шығарды ғой. Қалай ол митохондрия құрылып қалады деп түсіне алмайды да ғалымдар. Сосын эндосимбиоз дейді. Клетка клетканы жеп қойды. Соның нәтижесінде каким-то образом митохондрия пайда болып қалды. Егер клетка клетканы жұтып қоймаса, анау пайда болмас еді деген секілді. Емес, олай сен қайдан оққансың, олай емес қой. Неғып или өтірік айтып отырсың, или дұрыс оқымағансың, олай емес қой. Бұл разный вариант,
ол жерде, грубо говоря, жаңағы иммунный система оны жібергеннің орнына сол немен бірге взаимодействиеға түсті. Ол жерде не говорит, что это моментально бір вариантта ғана болды, немесе митохондрия сияқты басқа вариант нелер клетканың ішіне кірмеген деген ситуация ол емес, түсінесің ба? Бұл жерде біз білетініміз, қазір біз зерттей алатынымыз, клетканың ішіндегі бар нәрсені зерттей аламыз. Бірақ сол кезде, сол болған кезде әртүрлі варианттар болғаны мүмкін, түсінесің ба? Басқа митохондрия сияқты оған да ұқсайтын тағы бір жаңағы как его, несложные виды организмов могли быть. И они тоже могли попадать в клетки. Их клетка могла убивать там или выталкивать из себя. Ол жерде біз просто постфактум деген нәрсені түсінші, Сұлтан. Митохондрия болмаса, электр станциясы болмайды. Ол обязательно керек болып тұр ғой. Сұлтан, қара, сен мынандай нәрсені забываешь. Обязательный нәрсе. Біз білетін, понимаешь? Это то же самое, сен 90-шы жылдары біреу бидесе без двигателя внутреннего сгорания машины не может быть деген сияқты әңгіме айтып отырсың да? 90-шы жылдардың әңгімесі, примерно. А ол жерде электродвигатель болуы мүмкін деген, потому что по факту двигатель внутреннего сгорания бірақ электродвигатель болуыны ешкім допускать етпейді ол кезде. Сен постфактум білетін нәрсеңді ғана айтып тұрсың да, айтып тұрсың. Ол обязательно болу керек деген. Басқа вариант деген, ол мені осы адаптивный вид жизни осы болды ма, осы біздің күнімізге дейін осы жетті ма, біз осыны ғана білеміз, осыны ғана зерттейміз. Ну, точнее, там еще 3 вида есть, но в целом бәрі бірдей практически. Ай, сабыр етіңдер болды.